Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосып жатқандарыңыз үшін өздеріңізге алғыс айтудан шаршамаймыз. Неліктен егде жастағы адамдар жағымсыз иіс шығарады және бұл иісті жою мүмкін бе? Осы сұрақтардың жауаптарын бүгін іздеп көреміз, қадірменді YouTube көрермен. Қарт кісілердің жасы ұлғайған сайын денсаулығы нашарлайды, көру және есту қабілеті жоғалады, зат алмасу баяулайды. Қарт туыстарына қамқорлық жасайтын адамдар жиі ерекше иіспен кездесіп жатады. Бұл мәселені қалай шешуге болады? Қартайған кездегі адамдардың иісі әдетте қарқындылықпен ерекшеленеді және негізінен теріден келеді. Май және тер бездерінің жұмысы бұзылады. Қалдықтар мен токсиндер денеден толығымен шығарылмайды. Иістің пайда болуына басқа факторлар да әсер етуі мүмкін. Қарт адамдардың иісі қандай? Зерттеулер теріде бірте-бірте қанықпаған альдегид 2 ноненал қабаты түзілетінін көрсетті. Хош иіс тек қарт адамдарға ғана тән, өйткені олардың омега-7 қанықпаған май қышқылдарын өңдеуі баяулайды. Тері маңызды антиоксиданттарды жоғалтады. Оларды қарапайым сумен жуу өте қиын. Қарт кісісі бар үйде ерекше бір иіс шығып тұрады, байқасаңыздар. Бұл иісті біз жаман иіске де, не болмаса жағымды иіске де жатқызамаймыз. Ол әр адамның өзінің денесінен шығып тұратын иіске тән. Егде жастағы адамдарда ерекше иіс бар екенін байқаған боларсыз. Біреулер үшін ол күшті, басқалары үшін ол білінбейді де, сезілмейді де. Бұл иісті жағымсыз деп атауға болмайды. Ғалымдар тіпті адамдар егде жастағы адамның киіміне, иісіне қарап анықтай алатынын көрсететін зерттеу жүргізді. Бұл иіс ғылыми түсіндірмесі бар құбылыс. Қоғамда бұл құбылыс талқыланбайды, сондықтан адамдар оны гигиенаның нашарлығынан деп есептейді. Бірақ шын мәнінде қарттықтың иісі қартаю процесінің табиғи бөлігі болып табылады. Мысалға, әжімдер сияқты. Қарттықтың белгісін біз әжімдердің бетімізге басуымен түсіндіреміз ғой. Ал бұл әр адамда болатын биохимиялық өзгерістерге байланысты жүріп отыратын құбылыс. Бұл иісті әдетте қарттықтың иісі деп те атаймыз. Ол ерлерде де, әйелдерде де бар. Адам денесінің иісі жасына, денсаулығына, жынысына, керек десеңіз эмоциясына дейін тіпті өзгеріп отырады. Тіпті шизофрениямен ауыратын науқастардың да ерекше иіс шығаратын туралы зерттеуде бар. 2 ноненал деп аталатын зат кәрілік иіске жауап береді. Ол салыстырмалы түрде жақында шамамен 15 жыл бұрын ғана ашылды. Оның пайда болу себебі әлі күнге дейін күмән тудырғанымен, егде жастағы адамдарда 2 ноненал мөлшері жастармен салыстырғанда жоғарылайтыны белгілі. Ноненал майлы қосылыс болып табылады. Сондықтан өте мұқият оны жусаңыз да, бұл иістен толық арылуға ешқашан көмектеспейді. Сонымен қатар, бұл май адам денесінен үнемі бөлініп тұрады. Ол тотығу процесіне ұшырайды. Қанша адамды таза сумен жуып, банядан не болмаса душтан шығарсаңыз да, бірнеше сағаттан кейін ол қайтадан оралады. Одан құтылудың дәлелденген жолы әлі белгісіз. Бірақ дерматологтар табиғи матадан жасалған киімдерді киюге кеңес береді. Ол теріні қабыршықтандырмайды және ылғалдандырып отырады. Мысалға, жасыл шай мен хұрма сығындысы негізінде осы иістен арылу үшін арнайы косметикада жасайтын жапондық брендтерде бар. Көптеген егде жастағы адамдар бүйрек жеткіліксіздігінен зардап шегеді. Орган тұрақты жұмыс істеу үшін қажетті белсенді элементтерді шығара алмайды. Іш қату, яғни запор, асқазан ішек жолдарының жұмысындағы бұзылуларға байланысты да осындай иістер пайда болып жатады. Қалдықтар мен токсиндер қан айналымы жүйесіне енеді. Содан кейін бүкіл денеге таралады. Жоғалған функциялар теріге ауысады. Нәтижесінде құтылу қиын болатын ерекше иіс пайда болады. Кейбір созылмалы аурулар дененің иісіне әсер етеді. Мысалға,
колит, энтероколит және ішекте пайда болатын басқа мәселелер, дисбактериоз, іш өту, қант диабеті сияқты ауқымды аурулар осы денеден иістің шығуына әкеледі. Егер сіздің қарт жақын адамдарыңыздың бірі жағымсыз иіспен ауырса, ең алдымен оның жоғарыда аталған проблемалары бар ма жоқ па соған назар аудару қажет. Басында айтып өткендей, адамның денесінен шығатын иістен толық құтылуға мүмкіндік жоқ. Оны тек бәсеңдетуге болады. Егде жастағы адамдарға күрделі тағамдарды мүмкіндігінше аз жеуге кеңес беріледі. Асқазан ішек жолдары баяу жұмыс істейтіндіктен оған жүктеме артылады. Сондықтан қарапайым тағам мәзірін жасауды ұмытпаңыз. Сондай-ақ майлы, ащы және қуырылған тағамдарды тұтынуды мүлдем азайту керек. Гигиеналық процедуралар өте маңызды рөл атқарады. Жастарға қарағанда ата-әжелер өздеріне күтімді жасау өте қиынырақ. Су процедуралары адамға жағымсыз болатын немесе оларды үнемі орындау қиын болатын жағдайлар туындайды. Қартайған кезде тері әлдеқайда жұқа және қорғаныс қабаты азаяды. Душтан кейін балғындықтың орнына адам жағымсыз тітіркенуді, тығыздықты және құрғақтықты сезінуі мүмкін. Бұл көбіне қарт кісілерге тән қасиет. Гигиеналық процедуралардың жиілігіне егде жастағы адамның қозғалғыштығы да әсер етеді. Егер адам жиі қозғалатын болса, оның үстінен шығып тұратын жағымсыз иістің де тез болуы терінің иісі араласып әртүрлі иіске әкеледі. Мүмкін адам денеден шығатын ерекше хош иісті де сезбеуі мүмкін. Бұл жағдайда оған мәселе туралы айту өте дұрыс. Қадірменді YouTube көрермен, бүгін сіздер назарларыңызға қарт кісілердің денесінен шығатын ерекше иіс жайлы айтып түсіндірмекші болдық. Материалды барынша ұғынуға тырысып, пайдалы болса лайк басып қолдап кетіңіздер. Түсінгендеріңізде қария кісілеріміздің денесінен шығатын иісті кетіруге ешқандай мүмкіндік жоқ. Бірақ оны тағамтануын дұрыстау арқылы және гигиеналық процедураларды дұрыс жүргізу арқылы сәл болсын иісті бәсеңдетуге болады. Барлық адам қартаяды, бәріміз де қартаямыз. Әдемі қарттықты, әдемі қартаюды бәрімізге де Алла тағалам жазсын. Қарты бар үй, қазыналы үй деп қазақ бекер айтпаған. Қария жандарымызға мейірімділікпен қарайық. Олардың бізді өсіп жетілдіруге қосқан үлесі өте көп. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, денсаулықты дер кезінде күте біліңіздер.